Сәлем достар, сіздермен Әсия. Қасиетті Рамазан айында тілеген ниет тілектеріңіз қабыл болсын. Өте пайдалы әрі дәмді құрманы шоколадты дайындаймыз. Менімен бірге жасаңыздар, видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Бізге сапасы жақсы құрма қажет. Құрманың ішіне салуға грек жаңғағы және де шоколад ақ немесе қара түсті. Әсемдеу үшін жаңғақтың ұнтағы және осындай посыпкалар қажет. Алдымен шоколадты ертіп аламыз. Менде қазақстанский шоколад микроволновкада ертіп алдым. Өз жағдайларыңызда кез келген шоколадтың түрін қолдансаңыздар болады. Алдын ала құрмаларды жуып кептіріп аламыз. Пышақтың көмегімен осылай ішіндегі сүйегін алып, сүйектің орнына грек жаңғағын саламыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген жаңғақтың түрін қолдануға болады. Міне микроволновкада шоколадты ертіп алдым. Енді осының үстіне бір ас қасық сұйық май құйып, бір массаға келгенше араластырамыз. Ағаш таяқшаның немесе осылай зубочистканың көмегімен құрманың екі жағына таяқшамызды қадап, одан соң шоколадқа аунатамыз. Видеода көрсетілгендей артық шоколадтарды түсіріп, құрғақ тарелкамызға қоямыз. Барлық құрмаларымызды видеода көрсетілгендей шоколадқа аунатып, құрғақ тарелкаға қоямыз. Енді құрмаларымызды әсемдейміз. Мен жаңғақ ұнтағын және посыпкаларды қолдандым. Құрмалардың бәрін шоколадқа аунатып болғаннан соң 20 минутқа холодильникке салып шоколадты қатырамыз. Және де мен қатқан шоколадтың үстіне кондитерский мешоктың көмегімен қара шоколадтың өзінен осылай әдемі етіп узор жасадым. Міне біздің шоколадтағы құрмалар дайын болды. Осындай формаларға салып, коробкаға салып сатылымға шығарсаңыздар болады.
Қасиетті Рамазан айында ораза ұстаған жанға осы шоколадтағы құрманы сыйласаңыз, өте дәмді әрі ең пайдалы десерт болып саналады және де өте керемет сыйлық. Міндетті түрде шоколадта құрманы дайындап көріңіз. Өте пайдалы әрі өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да оңай. Егер жасап жатсаңыз, астына комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Басқа да пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.